Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін қазақ тілі сабағынан дара және күрделі етістік тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Ендеше сабағымыздың оқу мақсатымен танысайық. Дара және күрделі зат есім, сын есім, сан есім, етістікті анықтау. Мұғалімнің көмегімен оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып шағын мазмұндама жазу. Және балалар, бүгінгі бағалау критерийлеріне дара және күрделі зат есім, сын есім, сан есім, етістікті анықтай алады. Сөз таптарын ажырата алады. Мұғалімнің көмегімен жеке сурет, сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жазалады деген бағалау критерийлері бойынша бағалау жүзеге асады. Ендеше балалар, ережені бір қайталап алайық. Етістік дегеніміз ол іс-қимылды білдіреді, Ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Дара етістік және күрделі етістік болып екіге бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұратын етістіктер. Мысалы, жазды, көрді, ұшады деген секілді. Ал күрделі етістіктер балалар екі немесе үш сөзден тұрады. Мысалы, жазып отыр, көріп отыр, ұшып бара жатыр деген секілді. Жарайсыздар балалар, ережені қайталап болсақ, ендеше сабағымызды мына жұмбақтан бастағым келіп отыр. Менімен бірге қайталаңыздаршы. Көп ине, бір сабағы жоқ ине. Іс тікпейді, әрине. Бұл не деп ойлайсыздар балалар? Жұмбақтың шешуін маған аудиозаписпен айта қойыңыздар. Балалар, ендеше жазбаша тапсырмаларымызға кірісейік, Жазбаша тапсырмамызды күннің жадынан бастайық. Дәптерімізді ашып, 15 сәуір сынып жұмысы деп жазамыз. Ендеше балалар, 30 тапсырмадан бастайық. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді оқы дейді. Торғай мен бұтақ. Балалар, қалай ойлайсыздар? Бұл әңгіме не жайлы деп ойлайсыздар? Жарайды балалар, ендеше мәтінімізді оқып бастайық, Торғай мен бұтақ. Менімен бірге оқыңыздар балалар. Бір топ торғай ұшып келіп, ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Содан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Сонда бұтақ нешеу, ал торғай нешеу? Мәтіндегі сұрақтарға жауап бер. Мәтіндегі етістіктерді тап және дәптерлерімізге жазамыз балалар. Мәтіндегі етістіктерді мына үлгі бойынша жазыңыздар. Ұшып келіп, қонды. Ары қарай жалғастырып, етістіктерді жазамыз және сұрақтарға жауап береміз балалар. Келесі балалар 31-ші жаттығу. 31-ші жаттығуда көп нүктенің орнына тиісті зат есімдерді қойып, етістіктерді күрделі етістікке айналдырып жаз дейді. Құйды, көмектесті, екті, ұстады деген дара етістіктерді күрделі етістіктерге айналдырамыз. Мысалы, мұна үлгіге қараймыз. Құйды сөзін біз мысалы күрделі етістікке айналдырғанда сүт құйып отыр деп айналдырады екенбіз. Осы үлгіге қарай отырып, басқа сөздерді айналдырыңыздар. Келесі балалар 34-ші жаттығу. Балалар, біз 34-ші жаттығуды қазір ауызша орындайтын боламыз. Таудан ағып жатқан табиғи су дейді балалар.
Біздің бірінші жолымыздағы сөз таудан ағып жатқан табиғи су екен. Қалай ойлайсыздар, балалар? Балалар, таудан ағатын табиғи суымыз біздің бұлақ екен. Жарайсыздар. Келесі, қарға тұқымдас ала қанатты құс. Егер бұл қарға болмаса, демек ол сауысқан құсы болғаны. Жарайсыздар, балалар. Келесі, үшінші жолдағы сан дейді, балалар. Қалай ойлайсыздар? Ол жерде қандай сан деп ойлайсыздар? 4 әріптен тұратын сан. Өзім айтып қойдым ғой, балалар. Дұрыс айтасыздар. 4 саны. Келесі, төртінші, аң патшасы дейді, балалар. Аң патшасы арыстан, балалар. Дұрыс айтасыздар. Келесі, уақытты білдіретін зат. Уақытты білдіретін, балалар, бізде сағат екен. Жарайсыздар, балалар. Ал енді, балалар, мұна көк жолда көріп тұрған сөзді көріп тұрсыздар ма? Көк жолда жазылып тұрған сөз. Бірге оқиықшы. Барыс деген сөз екен, иә? Балалар, барыс жайлы не білесіздер? Соны маған аудиозаписпен айтып жібере қойыңыздар. Барыс дегеніміз қандай жануар? Сол жайлы өз білгендеріңізді айтып жіберіңіздер. Және де, балалар, үй тапсырмасын аламыз. Үй тапсырмасына 33-ші жаттығуды аламыз. Берілген етістіктерді үлгі бойынша жазып, олардың антоним екенін дәлелдей дейді. Байлады, шашты, жапты, үзді, ашты, жалғады, шешті, жинады деген сөздерді антоним екенін дәлелдейміз. Мысалы, мына үлгіге қараймыз. Байлады антонимі шешті. Келесі сөздерді де дәл осылай өздеріңіз жазыңыздар. Үй тапсырмасын орындауда сәттілік тілеймін, балалар. Сау болыңыздар.